Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай заколка және бантиктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Атлас резинкадан жасалатын бұл шаш қыстырғыштар жасалу жолы өте оңай және көптеген затты қажет етпейді. Бізге керекті заттар: ені 5 см лента, атлас лентасы және заколка, резинка. Заколкамыз және бантигіміз әдемі көріну үшін осындай тастар немесе моншақтар және 1 см атлас лента, ыстық кіле, қайшы, ине жіп қажет болады. Заколкамызды жасап бастаймыз. Бізге 30 см-ден 2 атлас лентасы қажет. Екі жиенін шетінеп кетпес үшін күйдіріп аламыз. Дәл ортасынан бүктеп, екі шетін ортасынан сәл ғана асырып алып тігетін боламыз. Екінші лентамызды да дәл осы әдіспен тігеміз. Енді осылай бізде бабочка шығу керек. Бабочкамыздың дәл ортасынан тартып отырып, бірнеше рет айналдырамыз жібімізбен және түйіндеп аламыз. Енді бабочкамыздың ортасына заколкамызды қыстырамыз. Ол үшін ортасындағы темірді уақытша ала тұрамыз және ыстық кілемен жақсылап жабыстырамыз. Кілемен жақсылап жабысқанша ұстап отырамыз. Енді 1 см лентамызды видеодағыдай дәл ортасынан ыстық кілемен жабыстырамыз. Лентамызды тартып отырып, 2 немесе 3 рет айналдырып жабыстырып шығамыз осылай. Сосын артық жерін қиып, соңғы шетін кілемен жабыстырамыз. Ортаңғы бөлігіндегі темірді қайта саламыз. Енді бантигіміз әдемі көріну үшін ортасына тастарды немесе моншақтарды жабыстыруға болады, немесе дәл осылай ақ лентамен де қалдыруға болады. Міне біздің заколкамыз дайын болды. Жасалу жолы көріп отырғандарыңыздай өте оп-оңай және әдемі болып шығады. Келесі дәл осындай резинканы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 30 см-ден 2 атлас лента және 27 см-ден атлас лента қажет. Бұл жерде де жиектерін барлығын күйдіріп аламыз. Тігілуі дәл жаңағыдай ортасынан бүктеп, сәл артық қалдырып, ине жіпімізбен тігіп аламыз. Енді бұл жерде 27 см лентамызды дәл ортасынан бүктеп, бұны да видеода көрсетілгендей етіп тігіп алыңыздар. Енді осы 3 бантигімізді айналдыра отырып, бірнеше рет түйіндеп аламыз. Енді резинкамызды жабыстырамыз және дәл жаңағыдай 1 см атлас лентамен айналдыра отырып жабыстырып шығамыз. Бұл жерде де ортасына әдемі тасымызды жабыстырамыз.
Жақсылап клейіміз тас болып кепкенше ұстап отыратын боламыз. Енді бантигіміз әдемі көріну үшін соңғы жағын осылай қиғашынан бүктеп белгілеп алып қиятын боламыз. Осы жерді қимас бұрын жақсылап тұрып қарап алыңыздар, себебі көп кісілер керісінше қиып тастайды. Енді қиған жеріміз сетінеп кетпес үшін жақсылап шырпымен немесе зажигалкамен күйдіріп алатын боламыз. Міне біздің бантигіміз де заколкамыз да дайын болды, көп уақытыңызды алмайды. Қыздарыңызға немесе өзіңіздің киіміңіздің сәйкес қылып әртүрлі қылып жасап алып тағуыңызға болады. Менің арнамда көптеген нәрселерді көргілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліп лайк басыңыздар және қандай нәрселерді жасап көрсетейін, соны да пікірге қалдыра кетіңіздер. Керектеріңізге жарасын.